Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай әдемі бөпемізге арналған өмірлік ескерткіш жасап үйренетін боламыз. Мен бұны Қытай сайтынан заказ бердім. Келгенде ішінде не бар екенін таныстырып өтейін. Бұл коробканың ішінде осындай табанын басуға арналған ақ слайм бар. Осындай декоративный сәндеуге арналған әртүрлі моншақтар бар. Мұның ішін ашып көрсетейін. Ішінде кішкентай капсуланың ішінде қағаз бар. Балаңызға тілек жазып қалдырасыз. Осындай әріптер, салмағын, бойын, туған күнін жазуға және суретін шығарып, атын мынандай кішкентай бұлттың үстіне жазып береді. Осындай пакетте клейі бар, барлығын жабыстыратын, рамкасы бар, суретін салатын. Және осындай екі кішкентай сүйкімді банкілер бар. Біреуіне тырнағын, біреуіне шашын саласыздар. Осындай әдемі жанатын светильнигі болады. Осындай бояу бар. Маған ол төгіліп келіпті. Кардоны және осындай үлкен әдемі рамкасы келеді. Ішінде қағазы бар, слайммен қалай жұмыс істеу керектігі туралы. Енді ішіндегі ақ слаймды аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша екі табанын бөлек, екі қолын бөлек бастырсаңыздар болады. Мен үшке бөліп, екі табанын бірге, екі қолын бөлек жасап алдым. Табанын басатынды жүрек қылып алдым. Екі қолын басатынды домалақ қылып жасап алдым. Енді баламызды аламыз. Дайын тұрған пішіннің үстіне табанын басамыз. Астыңғы жақты басыңыздар. Баланың аяғын бассаңыздар, ауырып қалады. Осылай барлығын іздерін түсіріп аламыз. Енді түсіріп алған іздерімізді мына бояумен бояйтын боламыз. Бұл бояу маған жолда төгіліп келіпті. Енді қалған жұғындысымен бояйтын боламыз. Осылай табанын, алақанын барлығын бір тегістетіп бояп шығамыз. Міне дайын болды. Маған екі кардон келіпті ішінде. Біреуіне дайындап алдым. Екіншісіне жабыстыратын боламын. Мына екі банкіге біреуіне шашын, біреуіне тырнағын салып алдым. Және капсулаға тілегімді жазып дайындап қойдым. Енді клейімізді аламыз. Табанның іздерінен бастап барлығын жабыстырып шығамыз. Бұл клей өте мықты клей екен. Бірнеше секунд ұстап тұрсаңыздар, барлығы қатты болып жабысып қалады. Міне екі алақанын жабыстырдым екі жағына. Енді солай барлығын орналастыратын боламыз. Енді суретін жабыстырып аламыз. Шиегіне рамкасында клей арқылы жабыстырамыз. Ары қарай осылай барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Қалай жабыстыру өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Осылай барлығын сәндеп шықтым. Енді берілген әріппен баламыздың аты жөнін, туылған күнін, айын, жылын, салмағын, уақытын барлығын жазсаңыздар болады.
осылай әріптерді құрастырып жазып шығатын боласыздар. Әр әріп 3 үшеуден беріледі. Барлық сөздеріңізге жетеді. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Міне барлық декорларымызды жабыстырып аяқтадық. Енді ең соңғы қалғаны светильнигімізді әдемі етіп орналастырамыз жиегіне. Ол үшін рамкамыздың жиегіндегі темірлеріне светильнигімізді орап орналастыратын боламыз. Міне светильниктің жанатын жерін басатын кнопкасын сыртына қалдыратын боламыз. Және осындай бетінде күлеңкілері болады. Барлығын екі жағында алып тастайсыздар. Сол кезде анық көрінетін болады. Міне бізде барлығы дайын болды. Міне светильнигімізді қосқанда осындай әдемі естелік пайда болады. Тұрғызып қойсаңыздар да болады, стенаға іліп қойсаңыздар да болады. Балаларыңызға алып әдемі өмірлік ескерткіш жасап алыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.